Бұл Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев, ал мына кісі Түркияның вице-президенті Фуат Октай. Экспресс-ка сайты бұл екі азамат туралы қызық видео таратты. Фуат Октай Түркістанға жұмыс бабымен барады. Кейін сахнаға көмекшілері шапан алып шығады. Барлығы қазақы сыйды түркиялық қонаққа деп ойлайды. Бірақ Өмірзақ мырза шапанды өзі киіп алады. Сұрақ: әкім шапанды не үшін өзі киді? А. Киімнің өлшемін өлшеп көрейін деді. Жиынды құдалық деп ойлап қалды. Б. Жауапты әкімшіліктің өзі берді. Сөйтсе, бұл шапан расымен әкімге арналыпты. Мұны Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің басшылығы сыйлаған. Кейін облыс әкімі вице-президенттің иығына өзі шапан жабады. Барлығы жақсы. Түркия Қазақстанның ең жақын досы, бауыры. Биыл дипломатиялық байланысымызға 30 жыл. Бірінші боп тәуелсіздігімізді мойындағанда Түркия ең алғаш шетелдегі елшілігіміз де осы елден ашылды. Қазақстанға деген құрметінің белгісі ретінде Анкарадағы ең биік мұнара көк төске оранды. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл